Қашылу. Пайғамбарымыз ата-ананы ренжіткен баланың ешқашан перзент сүю қиын болады. Ата-ана, сол нағашыларыңыздың екі жақтың батасын алып жүріңіздер, иншалла болады. Алла тағала сәл бір нәрсені кешіктірсе, мысалы балада сізде проблема, баланы беруді кешіктірсе, бұл 4 жыл деген ұзақ уақыт емес. Сәл кешіктірсе, Алла тағала дейді, сенің даусыңды естігісі келеді. Сенің мінәжат қылып сұрағаныңды жақсы көреді. Алла тағала сенің жалбарынғаныңды жақсы көреді. Сондықтан Аллах тағала кешіктіріп берсе, оның қадірі болады. Кешіктіріп берсе, құны болады. Кешіктіріп болса берсе, дәрежесі болады. Сені жақсы көргендігі болады. Егер сен қолыңды жая қалғанда мә деп берген болса, бұл сенің дұғаңның фазилеті. А егер Алла тағаладан сені сұраған кезде ол кешігетін болса, онда Алла тағаланың қалауы дейді. Яғни Алла сені естігісі келеді даусыңды. Алла естігісі келіп, бір адам қолын жаймай жатып ойлаған кезде ала берсе, бұл қуанбау керек, бұл қайғыру керек. Неге? Өйткені неге бұлай болып жатыр? Мен идеальный, наверное, мен жақсы адаммын. Наверное, мен көп адамға жақсылық қылғам. Жоқ. Алла тағала сені сынап жатыр. Сенің даусыңды естігісі келмей жатыр. Сенің ойың аузыңнан ойыңдағы аузыңа жетпей тұрып берсе, сен қайғыру керексің. Мынау что-то дұрыс емес. Елдер садақа беріп, артына жүріп, Меккеге барып, жылап, сықтап, талып, тахаджуд оқып сұрап алады. Ал менікі аузымдағыға жетпей тұрып ойымда маған беріп жатса, демек деп кішкене орысша айтқанда настораживаться етіп, әбден бетіп жан-жағыңызға ықтиятты болуыңыз керек. Неге? Өйткені бұның түбінде бір мәселе бар. Алла тағала сенің даусыңды естігісі келмей айтқан шығар. Сол үшін зікір, пікір, өмірдегі дәрет, шүкір деген сияқты мәселелерді қарау керек. Қайта жерлеу дұрыс па? Себеп болу керек. Полиция, жаңағы адамды қазып алуға, эксгумация дейді ғой. Сол эксгумацияға себеп болса болады. Балам шетінеп кетті, қалай жеңілдік сұраймын? Ішім күйіп тұр, тұңғышымнан айырылып қалдым дейді. Қазақтың мақалы бар, айналайын. Жастың бала сөйлемейді дейді қазақ. Енді бұндай кезде әлбетте әлі мен ондай шетінеп кеткен балалардың талайын жаназасына тұрып, әке-шешесін басып айтқанда қазір бірнеше балалары бар, альхамдулилля. Одан кейін сол жаңа қыз бала енді еркекке қарағанда әйел адам мысалы ауыррақ бұл нәрсені көтереді, өйткені кіндігімен байлағаннан кейін қыз балаға ауыр болады. Алла жеңілдік берсін. Енді осы жерде ауырып, қайғырып, ішің өртеніп, денсаулығыңа іш құрылысың ауру түсіріп алма жаным. Алла шипа берсін. Енді өтер нәрсе өтті. Қияметте егер тірі туылған болса, онда шапағатшы болады бұйырса, бүкіл қияметтің күнінде со бала сен кірмесе, мен кірмеймін дейді. Сені күтіп алып, қолдарыңнан жетектеп жәннетке кіргізеді бір ғана шартпенен. Аллаға серік қоспай, Аллаға ғана сыйынып, Алладан үміттерің осыдан кейін үзілмесе, онда иншалла жәннеттің хабаршысы болады. Бывший жігітім түшіме кіре береді. Жолдошым бар, емне қылсам болады? Астағфирулла. Астағфирулла. Бывший жігітін келсе, қайрайлы баламақ білін, қайрайлы бір барып, повторт етіп жіберейік бір жігіт болғаныңыз деп болу ал. Ал арамда. Ошы арамнан қайрайлы түшіге кірген емнені білдіреді, білесің бе? Ошы арамнан тыйылбай жүргенін білдіреді. Ошы арамнан тыйылышын керек. Құдайдан истихфар сұрашын керек. Құдайым осындай болған әле, бір күнөө болды деп. Азыр ошы жазып жатқанда жолдошын көріп атса емне қылмақ саға? Құдайым, мен жатып алып деп деген ойлап атады деп емне болады, Ал арам іш, қойғының. Қайырлы таң, Германиядан сәлем. Хайса Нурлан, он фи хайсу Эльмира. Алла ниеттеріңізді қабыл етсін. Нұрлан аға, ұлыма жолын ашатын бір ауыз тілек айтыңызшы дейді. Алла разы болсын дейді. Сізге мықты денсаулық тілеймін дейді. Осы тілектің бәрін маған айтқан балаң айтпайсың ба? Ананың дұғасы ла шәккі фихинна, күмәнсіз қабыл болады дейді. Күмәнсіз сол балаң айтып тілей бер. Одан кейін тек қана дұғаның әрекетін, тәрбие, Алланы үйретіп, сүре жаттат. Балам сүре жаттат. Кішкентай кезде жаттатыңыздар балаларыңызға. Ой, әлі мен балам кішкентай. Балам TikTok көріп жатыр жүр. TikTok көрді деген сөз кішкентай емес. TikTokта сіз мен білмейтін ұятсыздарды көріп жатыр жерде. Бата үйрет. Қазақтың қызы екенсің. Қарашы өзің қандай сауатты жазып жатсың Германия жүрсеңдер. Осының бәрін балаңа үйрет. Балаң сауатты жазсын, жеті атасын жаттасын. Просто жаттап алғаннан пайда жоқ. Қайрат сұлтанның баласы, Сұлтан Қалмағамбеттің баласы дегеннен пайда жоқ. Соған енді Құран оқып алам.
деп Құран оқып сен қасында отырып қолыңды жай. Содан кейін бата беруді үйрет. Әр нәрсеге, әр жерге бата беруді үйрет. Біз 2 минут бата бере алмаймыз. Байқайсыздар ма соңғы уақыт? Алла Тағала қабыл болсын, аман болсын. Ақсақал, көксақалдардың қазіргі уақытта берген батасы осы. Әжептәуір ақсақалсыз қойын, бата беріңіз десең, алла не айтайын енді деп тост айтып кетеді. Ертең ұрпағымыз не айтады? Біздің ұрпағымыз қазақтың тілі, қазақтың бай тілін біз итерасуасын шығарып біттік қой. Тек қана ақындарымыз Балғынбек Имашев, Мұхамеджан Тазабек, Айнұр Тұрсынбаева, Ринат Зайытов, жаңағы кім Мұхтар Ниязов, Сара Тоқтамысова, осылар ғана үммет халықты қазақты сөйлемеу керек қой. Әр қазақтың аузында 6 ауызы, ертең сол баланың үйленгенде құрайтын сөзі, батасын соны сіз салып бересіз. 2 минутқа бата жоқ бізде. 2 минуттай бата бере алмаймыз. TikTok сияқты да баталарымыздың өзі әзір. Тез зыр. Алла қабылсын болды, Алла қабылсын болды. Бола ма сол? Біздің қанша табиғаты кең, түсінігі мол, өресі кең, тіліміздің де, сөзіміздің де, әрбір тұғырлы дүниеміздің бір жылтырақ, бір қалтырақ нәрселерге рәсуа қылып баратырмыз. Сондықтан балаңызға осы баталарды үйретіңіз, батырлар жырын үйретіңіз, ұлттық құндылығыңызды үйретіңіз. Сол міне нағыз бата сол болады балаңызға. Түсіңде жер сілкінісін көрсең өзгеріс болады өміріңде. Бір өміріске дайындал. Намазда көзіме жас келе береді. Сүртіп тастайын десем, намаз бұзыла ма деп қорқам. Бұл неден екен? Жақсы ғой. Намаз жылағаннан намаз бұзылмайды. Тек қана себеп дүние болмаса болды. Яғни бір мысалы айтты, ақшаны ойлап, доллардың курсы болып жатыр. Иран мен Израиль соғысып, доллардың курсы Хормузский заливті жауып жіберіп, доллар көтеріліп кететін болды деп евроны ойлап жыласаң, намаз бұзылады. Ал Алладан қорқып, қараңғы қабырды ойлап, тозақты ойлап, ертеңгі баратын жеріңді ойлап, келешек ұрпақты ойлап жыласаң, онда намазың қабыл болады, намаз бұзылмайды. Ал жасты сүрту мәселесінде сүрткенде тұрған ештеңе жоқ. Бұрынғы ерте кезде намаз бірінші рет сахабалар үйреніп бастағанда ол кезде харакат көп еді, әрекет көп еді. Кейінірек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларды көріп саканатқа үйретті. Саканат деген кішкене қозғалмау. Енді кейбіреулер сәппісе мана қуып айтатындар бар. Бүйтсең 3 рет қассаң бол бұзылып кетеді, бүйтсең бол бұзылып кетеді. Байғұстар бүйтіп қышса бүйтіп қорқып қалтырап тұратындар бар. Жоқ, олай емес. Көзіңізге жас келсе сүртіп қойғанда тұрған намаз бұзылмайды. Енді қайта сүрте бермеңіз да, бүйтіп сүртіп мұрныңызға деп бұлай қайта бүйтіп сондай жасамасаңыз болды. Эпилепсиямен ауырып жатқаныма 23 жыл болды дейді. Субханалла. 18 жыл бойы намаз оқып дұға тілеп жүрмін. Не себепті орындалмауы мүмкін дейді. Машалла, альхамдулилля. 18 жыл оқысаң, жаным санама. Алла Тағала санамағанда қабыл қылып береді тілегіңді. Санамай жаса. Бала әке шешесіне берген ақшаны санамау керек. Әке шеше санамайды ғой балаға. Тура сол сияқты бала да санамау керек. Алла Тағала саған нығмет берді. Қараш. Ауырып жатқан шығарсың, бірақ көзің көріп, осыны жазып атсың қазір. Бұл да Құдайдың жақсылығы емес па? Алла Тағала осында алып қойғанда не істейтін? Қандай зары мен мұңымыз бар еді? Сондықтан алтынам Алла жеңілдік берсін, орындалады. Алла жақсы көріп тұрып саған бұдан да үлкен дайындағаны бар. Осы сабырлық, енді осы шыдамдықтың түбі саған сүйіншілеген бір жәннат бар бұйырса. Бұл дүниеде әлі көретін жақсылықтарың бар. 18 оқыды ма, тағы да 2 жыл оқы, қалдырмай жаным. Көресің. Зікірлерді, таңғы кешкі зікірлерді көбірек айт жаным. Ұстаз, кеше анамды ренжітіп алдым дейді. Сіңірімді класстастары мені пикникке жібермеген екен. Мен хамме қыздар барыпты. Қатты ренжітіп алдым. Кешірдім де, мама елде де ренжіп жатыр ау деймін. Ананы ренжіту, ата-ананы ренжіткен бала оңбас. Ешқашан ол балаға бақыт қонбас. Анасын, әкесін ренжіткен бала ешкімге жолдас болып қарқымас дейді. Сондықтан дүниядан өтіп кетсе, жер бетіндегі ең үлкен зар, мұң, өкініш сенде болады.
басқа жер бетіне өкініштің қанша өкініш бар, соның ең үлкені сенде болады. Егер кешірім сұрай алмастан олар өтіп кетсе. Менікі неге оқымайсыз дейді, оқыдым. Дұшпаныма қарғасам бола ма дейді, ренжіттім мен. Аяғың аспаннан келсін, шпагат боп бұтың жыртылсын. Не айтасың? Шашың бәрі таз боп түсіп қалсын дейсің ба? Не айтасың? Қасында тұрған періштелер өз басың сондай болсын десе, шашың бәрі сыпырылып қалады. Бұтың айырылып кетеді. Қой, олай жасама. Біреуге тілеме жан. Неге біреуге тілейсің? Демек, сенде іште не бар? Андай бір сындыру бар бір біреуде. Значит, ответ күткесің сен. Біз неге біреуге сондай ренішіміз бар? Өйткені біз ответ күтеміз. Жауап күтеміз. Мен саған жасадым ба? Сен де маған жасау керексің. Деген кезде ол саған жасамаса, сенде реніш болады. А сен Алладан үміт етсең, саған ешқашан ол адамның не жауап берсе де бермесе де, сенде онда реніш болмайды. Сондықтан Алла Тағала намаз оқымадың ба, өліп қал. Намаз оқымадың ба, талып қал деген жоқ қой Алла Тағала. Алла Тағала рахымдығын үміт ет. Өзің ұялмай шашыңызды жайып қойып, Алла орамал тақ деп берді. Сен Алласына тақпайсың да, еще ұялмай-ақ Құдайға бүйтіп, я Алла деп отырсың ғой. Қалай? Алла Тағаланың әмірін орындамайсың да, еще Алладан үмітімізді үзбей, тағдыр сұраймыз. Қай бетімізбен сұраймыз? Еще Алла Тағаланың нормальный сұрайтындар бар. Алла да беріп жатыр ғой. Енді сізде адамды сол орынға қойыңыз. Мен жақсылық жасаған жоқпын. Алла үшін жасадым, ответ жауап Алладан болады. Маңызы сол. Баламды қырқынан өзім шығарсам бола ма? Шаш, тырнақ өзім ала берсем дейді. Болады. Бірақ енеңді ерегісіп онда болмайды. Мынандай ережемен, мен сізге қияспен келтіріп берейін. Қияс деген үкім болады, шариғат. Ертең бір кісілер неге қияс жасадым деп тағы жабылады. Мейлі, бірақ десе де түсіндірейін. Мен қазақи жағын айтып жатырмын. Былай. Мысалы, мешітке намазға кешігіп келген жамағат, основной негізгі жамағат мешіттің халқы оқып болғаннан кейін екінші жамағат болып оқуы сәл жақсы көрілмейді. Оқылса да тура имам тұратын жерге емес, былайырақ тұрсын деп айтамыз. Неге? Өйткені елдің ішінде алауыздық туғызады. Алауыздық. Неге? Өйткені мына жамағат болып мешітте бөлінбеу керек. Енді негізі әйел адам өз туылған баласын өзі өткізе қырқынан шығара алады. Шашын өзі алады, тырнағын өзі алады. Бірақ бұл жерде үлкендерді араластыру арқылы бауырмашылық, үлкенге құрмет, ағайындық ізет, күйеуіңнің авторитеті тұрады бәрінен баста. Сонда сен оларға айтпай, үндемей тырнағын ал, мен балам, я не ради вас рожала деп өзің алып, өзің бауырыңа бассаң, мыналар одан сенің балаңа тәуелді емес. Бірақ бұл жерде ағайындық, бауырмашылық ыдырайды. Онсыз да әрең тұр қазақтың бүгінгі бауырмашылығы. Бір-біріміздің өткеніміз санап, мен саған мынаны айттым, сен маған мынаны бердің, мен саған отырған бәріміз ренжіп жүрміз ағайынға. Мен бұған оны бердім, маған мынаны бердім, маған жауап бермеді деп. Неге? Өйткені біз адамнан үміт еткен біз. Соны Құдайға қарай бұрыңыздар. Адам жауап бере алмайды. Ол тұрмақ, балаларыңнан жауап ете алмайсыз. Мәселе осыда. 21-ші ғасырда махыр дұрыс па? Қазір үкімет төлейді ғой, немесе алимент еріне бір нәрсе алса бола ма? Шариғат 21-ші ғасыр ма, 2082 ғасыр ма, оған қарамайды жан. Шариғат бүкіл заманға, ислам бүкіл заманға сиятын дін. Кітаптар оқысаң, мынандай кітаптарды, бізде айтады, ескі оқиды екен дейді. Ескі оқиды екен дейді. Или кітаптар оқысаң, ескі кітаптар оқиды екен дейді. Сонда ескіше деген не деген сөз? Сонда дін ескірген, қазір 21-ші ғасыр деген сөз. Сонда бүкіл дамыған мемлекет, мысалы Малайзия, исламдың нағыз зерттеген бір дамыған мемлекеттің бірі. Олар сонда ескіде қалып қалмай ма? Жоқ, исламның нағыз сені сол ілімменен, біліммен әлемді бағындырған бабаларының жолы осы. 21-ші ғасырда махырдың жолы бар, бірақ біздің дана да дара халқымыз осы махыр деген дүниені арабша сөздің Алланың бұйрығын қазақи сипат беріп, соны басқаша түрлендіріп, одан да үлкен қағидалық жолға айландырған, Алланың ұлы дінін өмірлік ұлы бір ұлағатқа айландырған біздің халқымыз болады. Соны қалың мал,
әке күші, ана сүті, той кәдесі, той сыйлығы, қыз жасауы, әйтеуір әртүрлі нәрсеге беріп, сол махыр деген сөзді сөйтіп жапқан алтыным. Сен бесплатно, егер ештеңе бермей, барып желкесіне ұстап, мұрнынан жетектеп алып келсең, онда беруге міндеттісің. Кем дегенде жүзік тағуға міндеттісің. Кітаптарда, хадистерде темір мыстан болса да жүзік беріп ал деген үкімі бар. Бәріп аласың, түсінікті? Сондықтан ол сол болады. Енді оны махыр деп, бірақ біздікілер кішкене дұрыс түсіндірмей қойды. Ана мазақ қылып, прикол қылып, хайп қылып, вайптың үстіне шығып алып бәрі. Содан кейін жаңаға самолет бер, вертолет бер, бірнәрсе бер, маған күнне роз алып кел деп, жаңағы гүл күнне мен бетімнен сүйіп тұр деген махырға өтпейді. Ол материальный дүние болу керек. Менің көзіме еш қашан шөп салмаймын деп уәде берші десе, бұл уәде беріп жіберсе де махырға өтпейді ол нәрсе. Неге? Өйткені ол құнды материальный нәрсе болу керек. Бұл қызды ойлаған дүние, ертеңгі болашақ, ол ажырасады деген емес. Бұл қыздың өзінің бір, қалай десем болады, капиталы десем болады. Бұл ажырасу үшін емес, бұл Алланың қорғаған панасы. Бұл болатын нәрсе. Түсінікті? Осындай нәрсе. Ол 21-ші ғасыр ма, 2012 ғасыр ма, ол жүре береді Құдай қаласа. Саған ұнау бір айтады да, маған ұнамайды деп. Саған ұнау шарт емес ол. Алланың бұйрығы ешкімге ұнамайды. Бірақ ол Алланың бұйрығы, ол орындалады, бітті. Сонда біз арзымаймыз. Сен менің сөзімді чат GPT-ге салсаң, чат GPT-дің өзі саған искусственный интеллект идің өзі түсіндіріп береді, жасанды интеллект. Қызым 13-те. WhatsApp-ты көріп қалдым. Предсмертная записка деп жазып, меня никто не любит, братишка обижает, то одноклассники деп жазғанын көрдім. Не істерімді білмей ұрыстым. Қалай дұрыс тәрбие беруге болады, дейді. Ол тек қана сіздің балаңызға емес, қазіргі көп ата-аналарға, балаларға деген дүние. Бұның себебі балалармен сөйлеспегендіктен, көңілін сұрамағандықтан. Қалай сұраған жоқпын дейсіз қойса сразу. Мен күнде шай ішемін, бірге сұрайын, бәрі дұрыс па, сабағың бәрі дұрыс па, қарның тоқ па деп сұраймын. Сол тәрбие ма? Сол сұхбаттасу деп ойлайды. Көп адам солай ойлайды екен. Бәрі тоқ па, жаным, кешір, болды. Жақсы ма? И жан бар, шүкір, болды. Болды, бар, жат, телефон көр. Деген осы тәрбие, осы үйрету деп есептеген адам, өмірден ұтқызған адам, баласын жоғалтқан адам. Қазір өзі жоғалтқандардың заманы. Кредитте емес, ақша емес, қазір бала жоғалтқан заман. Физикалық емес, физиологиялық емес, рухани бала жоғалтқандармыз бәріміз. Бәріміз деп айтып жатырмын, бөліп жатқан жоқпыз кімді. Бәріміз бала жоғалтқандармыз. Қалай? Тәрбиемен жоғалтқан адамдармыз біз. Сол баланың көңілі өсіп келе жатқан кезде қажетті біз анау күнделікті анда-санда деген ол тәрбие емес. Сол керек кезінде, мысалы, сіздің тура қышыған жеріңіз мына жер болса, біз бір аптадан кейін келіп мына жағыңды қасығанда не пайда? Сол сәтте сіз баланың мұңын бөлмегенсіз. Сол балаға қажетті болған Алланы жүрегіне салып бермегенсіз. Егер бала Алласын таныса, Алла не үшін Алла деп айтамыз? Өйткені Алла өз-өзіңді өлтірме деп айтады. Өйткені Алла әке-шешеңді сыйла деп айтады. Алла қасыңдағы адамдар саған жаманшылық жасаса, жақсылық жаса, жақсылық жасамаса, өзіңді сақта деп айтады ондай жамандардан. Біреуге тәуелді болма деп сол Алла үйретеді. Алланың дінін үйретіп қойсаңыз, сіз жатасыз демалып құротта, болды. Балаң бақытты болуды қалайсыз ба? Балаңызға Алланы танытып қойсаңыз болды. Ол айналып келіп сіздің қызметіңізде болады. Мен сені оқыттым, мен саған осынша ұйықтамай жұмыс істедім деп еңкілдеп жылағаннан бала ешнәрсеге түсінбейді. Біздікінің көп ата-анасы мен саған тамақ пісіргем, мен сені 17 рет емізгем, сол кезде сені әкең тастап кеткен кезде мен саған осындай жасағам деп не әкесі айтады, не бала оны қабылдай алмайды да, қабылдамайды да. Сен міндеттісің деп түсінеді қазіргі бала. Бәріңіз түсініп алыңыздар. Бала ты обязана деп үйретеді саған, мамасына. Менің я причем дейді, мен тудырған, мен тулам деп туылған жоқпын ғой. Фактически баланың ойы дұрыс. Бала сізден сұрады ма, мен туыл деп. Жоқ, сен оны тудырдың ба, сіз жауаптысыз, болды. Это ол сенің проблемаң деп айтады. Сен мені үйрету керексің деп айтады. Сол үшін Алланы таныт дегенім сол. Ана психолог, коуч, моучтардың бір тиынға керек жоқ. Олар бұндай бай болса керек жоқ, бұндай әке-шеше болса керек жоқ.
дегендер боғауыз сөйлеп жатқан коучтардың талайын білеміз. Екі сөздің бірі посылать етіп жіберетіндерді. Сол посылать етіп қалғандың күйі бізге жеткені сол. Сол үшін ардақтылар, тағы да айтам, Алланы таныту арқылы сіз өміріңізді рахат күйге бұл дүниеде түсіресіз, оған қияметте түсіресіз. Ең негізгісі сол жақ. Сол үшін бала сіздің жақсылығыңызды түсінеді, уақытын түсінеді, бірақ ол кеш болады, өте кеш болады. Сіз бұл өмірде болмауыңыз мүмкін, бұл өмірде болсаңыз да оның қадірін бағасын білмеуіңіз мүмкін. Сондықтан балаларыңызға Алланы танытыңыздар. Енді кеттік ары қарай. Бұл халде не істейміз? Енді болары болды. 13-тегі бала ол отау иесі болып қазақта, немесе 13-тегі мүшелді бекерден бекер қазақ бөліп жарып шығармаған. Себебі 13-те бала қалыптасып, мен де осы халге жетем дегенде сіз табылмағансыз қасында. Сіз жұмыстан табылғансыз, сіз айфонмен табылғансыз, сіз ақшамен табылғансыз, сіз анда-санда құшақтап яки каша пісірумен табылғансыз. Болары болды ма? Өтері өтті. Енді Алланы осы жерде мейірімдік, енді балаға мен оқыттым деместен, осының барлығын енді Құдайға айтасыз. Бұл сіздің бірінші шагыңыз. Яғни өміріңізді сіз өзгертіңіз. Аллаға қарай назарыңды сіз бұрмайынша бала сізге бұрылмайды. Баланың назарын өзіңізге бұрғу үшін бірінші сіздің назарыңыз қыблаға бұрылу керек. Қыблаға бұрылғанда баланың қыбласы қайсы деп сұралғанда баланың қыбласы ата-анасы дейді. Сол ата-анасы сізге бұрылу үшін балаңыз, сіз жүзіңізді Аллаға бұрасыз. Сонда направление дұрыс болып шығады. Бұл ма? Одан кейін соңғыларына келе жатырмын. Енді мейірімділік. Бұл 13-тегі қыз нағыз ана жақта берілмаған. Мейірімділік деген сөз құшақтап сүю емес. Біздікілер көп түсінік тек қана мынамен ғана өлшейді. Біз көп нәрсе сол өлшейді екенбіз. Дін десе сақалмен өлшейміз, дін десе намазбен өлшейміз. Дін деген ол тек қана намазды қамтымайды. Иә, намаз соның ішіндегі бір элементтің біреуі, Алла бұйырған, амалдың біреуі. Бірақ біз балаңызға мейірімділік деген сөз барлық нәрседе, яғни жарылып өліп кету деген түсінік емес, тағы да айтам. Балаға дозированный түрде жақсылықтың бар екенін мынадан басталады, мына. Осыдан басталады. Қабақ шытқаныңызды тыйып барып, балаңызға істеген жақсылығыңды міндет қып санамаудан басталады. Осыны түсініңіз. Тағысы тағы, енді осыдан кейінгілер бар. Тағы да бұдан кейін 17 пункт бар. Бұл 17 пункт қыз балаға, ұл балаға одан көбірек 24-тен көбірек айтылады. Осыдан кейінгі нәрселер психологияда. Енді бұл нәрселерді неден шығарады? Әрі баланың индивидуальный баланың өзін көреміз, қыздың өзін көріп, яки маған сіз бересіз. Мына қызым мынандай, түнде қандай, күндіз қандай, қаншалық дәрежеде телефонмен сөйлеседі, сіз қарап көрін, осыған қарай тағы да бағыт беремін. Сонда ғана ары қарай картина шығып, балаңызды беріп бұрып алуға себеп болады. Ұлым жылап мазасызданады. Түнде көбінесе қандай дем салсақ болады? Бірінші дәретіңізді аласыз, өзіңіз ғұсылыңызды аласыз, одан кейін дәретіңізді аласыз, содан кейін басыңызға орамал тағасыз да, үстіңізге көйлегіңізді дұрыстап киіп, балаңыздың қолына, басына оң қолыңызды қойып, Фатиха сүреден бастайсыз. Фатиха сүреден бастап 3 рет, яки болмаса 11 рет оқысаңыз, бала жыламаса жақсы болады. Негізі 3 рет. Одан кейін Ихлас, Фалақ, сүрелемен, одан кейін ең соңғы бір дұғасын қоссаңыз жақсы болады. Ағуду би калиматиллахи таммати куллиха мин шарри ма халақ. Екінші бір дұға бар. Бисмиллахиллади ла ялдурру ма асмихи шайун фил арду ва ла фис самаи ва хуа самиул алим деген сүннетте келетін дұғалар бар, соны оқыңыз. Ашу үстінде бір кісіге харам деп айтса не болады? Жақында байқап қалдым біреудің айтқанын. Енді харам деген арам деген сөз, аррамсың. Енді істелетпейді. Жаман сөз, адамның көңіліне тиетін, ренжітетін сөз, бірақ бағалға ештеңе болмайды. Бірақ ол сөз айтпағаныңызда. Намаз иманыңды күшейтсем болады. Егер соның бір бәрлік бүкіл қазаққа, бүкіл елге, бүкіл жұртқа, Қарақалпақстаны бар, бүкіл Орта Азияға бірақ кнопка болғанда соны аямай-ақ сізге береді. Мына кнопканы басасың, содан кейін иманыңның зарядкасы көбейіп кетеді деп айтқан болар. Әр адам жеке бір тұлға. Әр адамның жеке өміріндегі қызғанышы, қалауы, сүйеуі, түсінігі, одан кейін қайтқаны, тыйылғаны әркімдікі әрқилы. Сондықтан әркімге әр түрлі подход керек. Әркімге.
Сондықтан әркімнің түсінігі әртүрлі болғандықтан иманын күшейтудің де жолы әрқилы болады. Енді ең негізгі нәрселерді айтайын. Сіз арамнан тыйылмай жүрсеңіз, иманыңыз ешқашан күшеймейді. Иманды қалай күшейтесің? Мына жақта күнә істеп жүрсең. Дәретті алайыншы, мысалы дәреттен сізге қиястайды, бір нәрседен бір нәрсені шығаруды қиястайды. Түсініктеме берейін. Мысалы, дәрет алу үшін дейді, дәретті бұзатын нәрсені тоқтату керек дейді. Қалай? Мысалы, сен унитаздың үстінде отырып, дәрет ала бермейсің. Мына жерде унитазда отырып, былай қарай бет қолымды жуа берейін деп жуа бермейсің. Өтпейді. Сенен дәрет бұзатын нәрсе зәр шығып жатқанда, сен дәрет ала алмайсың. Яғни зәрді тоқтатып барып аласың. Ереже сол бол сияқты жақсылыққа дәретті жақсылық деп есептесек, соған бұрылу үшін мына жаманды таста сен. Боғауыз таста, ұятсыздықты таста, арсыздықты таста, күнәні таста, өсекті таста, біреудің ақысын, біреуді жылатуды таста. Егер ондай жоқ болса, енді тағы да төмен түсеміз. Бұл арамда да айттым. Енді мәкрух деген нәрсе бар. Сәл, сен оны нормаға санап жүргенсің, оны нормаға санағаның үшін, ол легкий болғанына, легкий наркотик дейді ғой. Легкий наркотиктің өзі тяжелый наркотик өтіп кеткен. Осындай нәрсе бар. Бұдан кейін мынаны тыю керек. Содан кейін иман күшейеді. Бала жоспарлап санату дұрыс па? Сонда реклама көп шығады, сұрайын дегенім ғой дейді. Елдің бәрі пландай берсе, жердің бетін бәрін еркек басып, керек адамдар қыз туғызып алып бәрі жасай берсе, Құранда аят тұр. Алла өзі біледі, кімге ұл, кімге қыз беретін. Бұл бір. Екіншіден, сіз соны есептетіп, кәдімгі жоқ, мен осылай істеймін десеңіз, бұл сәл өзіңіз алдау болады. Алланың рахымына сағыңыз. Бұл екі. Үшіншісі, сол есептеп тудырғаның қайырлы бола ма? Яғни ұл болсын мейлі, ұл қалап тұрған жақсы. Ұл бола ма? Ұлдан сізге жақсылық келе ма? Оны Алла келешекте өзі біледі. Сондықтан Алла тағала өзі үйретіп тұр. Алла өзі тікелей сізге айтып тұр. Қалай? Рабби жa'ални муқимас салати ва мин зуррияти раббана ва тақаббал дуа. Я пендем, менен сұрасаң дейді Алла, намаз оқитын, намаздың ішінде бәрі кіріп отыр. Салт дәстүрмен жүретін, сені бағалайтын, әйелін ұрмайтын, сенің қаныңды ішпейтін, саған жаман сөз естіртпейтін бала берші деп, Құдайдан менен сұра дейді. Ол бола ма, ол қыз бола ма, қайырлысын сұра дейді. Түсінікті? Біреу қызмет сұрайды. Мен сіздерге айтқан шығармын, менің өзімнің жеке тәжірибемде бір жігіт келіп қоймайтын Нұреке бата, ол 25 жыл бұрын. Бата беріңізші, білем осы сізден бір бата алған сайын жұмысым жақсы жүреді, фарт жақсы жүреді дейді. Не? Бір бастық болайын деп жатыр, үлкен бір жерге, бір бата беріңізші. Ей, ағасы Қайреке қойшы, не қыласың? Жоқ, бер. Хорошо, бата бердім, кетті бастық болып. Содан ол кезде хабар деген бар, білмеймін, қазір бар ғой, ол кезде жаңалық бар еді. Сол хабардың жаңалығынан қолын қайырып, сол взяткамен сотталып кеткенін көрдім көзіммен. Сол кезде айтқан мен, сен қайырлысын сұра, Алла саған жоқ, қалай қайыр Нұреке, мен сізге жәрдем беремін, мешіт саламын, медреселер саламын деген. Енді ниетіне жет деп салған, сөйтіп едік, ол қызметтен қазір салды, қазір өте бір меценат жомарт жігіттің біреуі, түрмесі бітті, бәрі шықты. Бірақ оған Құдай о жағынан емес, мына жағынан берді. Сондықтан айтпақ болғаным, Алладан үмітті үзбеңіздер. Аллах Тағала сізге дайындаған жақсылығы бар. Санатсаң да ұлды, қызды санап босансаң да, Алла қайырлысын, түбін жақсы қылып бер маған деп сұра. Дұрысы сол. Сұрақ. Ағамыз қайтыс болған, жылы болмады, Құран бәрі оқылады. Бірақ үйдегілерге түсіне кіріп үйде жүреді жиі. Не себеп? Бір молда Құран қатымды қайта шығару керек депті, дұрыс па дейді. Қайтып көрсеші, тақша жоқ па? Қайтып көрсеші. Бұл что-то нағып келе береді деп, Құранмен медресеміз қалай емес. Бұны былай түсіндіреді. Сол кісінің, яки баласы, яки бауырлары бір күнәдан, яки болмаса соның шаңырағының астында дау-дамай, ұрыс керіс, тағы сол сияқты жақпаған дүниелер болып жатыр. Ол кісі марқұм, ана дүниеде шын әлемде, сіздер жалған әлемде тұрсыздар. Сол әруақтың сіздерге берген хабары, мынаны тоқтатыңдар деген сіздерге қамқорлығы деп түсініңіздер. Жолдасым екеуміз көп ренжісеміз. Уже бір жылдан асты. Тек үйде көрші сияқты тұрамыз.
не істесем болады дейді. Егер еркек әйелмен салғыласып ұрысатын болса, онда әйел адам еркектің сипатын қабылдау керек. Өзі айтамыз ғой, екі ұрысқан адамның қайсысы екі ұрысқан адамның, біз жиі ұрысамыз ғой, екі ұрысқан адамның қайсысы ақылды, қайсысы білімді? Сіз қазір осы ақылды болып қалай қоям деп осы сұрақты қойып тұрсыз ғой. Екі ұрысқан адамның қайсысы ақылды десе, неправ болғаны дейді. Ақылдысы неправ. Енді сен ақылды болсаң, еркек әйелмен ұрыспау керек. Егер ұрысқан болса, еркек өзінің қасиетін жоғалтып, сізге төмен түскендігі болады. Сонда сіз өзіңіздің құндылығыңызды көтеріңіз деп айтқым келіп тұр. Дәрежеңізді көтеріңіз. Әйелмен салғыласпаңыз. Әйел болып, еркекмен салғыласпаңыз. Еркек әйелдік дәрежеге түсті ма, онда әйел адам еркектің сипатын қабылдау керек те қоя қою керек болды. Жақсы сол. Бетпақтыққа салмау керек. Для профилактики имамға дем салуға болмай ма айына бір рет дейді. Болады. Но профилактика самое лучшее, когда сен өзіңе дем салсаң. Балаңызға үйрете салсаңызшы өзі. Өзі оқисын для профилактики, сонда сіз айына бір рет емес. Каждый день для профилактики. Құл ху Аллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид, лам юлад, лам якул лаху куфуан ахад. Сөп дейсіз, денеңізді сүртіп қоясың. Алхамдулилля, я Алла деп шашыңмен басыңды сүртіп қоясың. Болды, сонымен ешкімге бармайсың, ақша бермейсің. Рахат. Имамның қолында жәннеттің кілті жоқ қой, кіргізіп жібереді деген. Жеңгеме ренжіп ұйықтай алмай шықтым дейді. Анама қалаға келген 2000 теңге тұратын билетті пенсия бер деп берейін деп алып береді екен дейді. Естіп жаман болдым. 2000 теңге ақ теңге дейді. Бір қызық оқиға айтып берейін сізге. Содан жақсы түсінесіз. Ар жағын өзіңіз. Бір кісінің ұзын сақалы бар екен. Ұзын екен, енді кіндігіне дейін келеді ау деймін. Ұзын сақал екен. Сосын біреу сұрапты, ата депті ау десе, ұйықтағанда сақалды көрпенің астына қоясыз ба бүйтіп? Көрпенің астына жата ма бұл сақал? Жоқ, көрпені бүйтіп қойып, көрпенің үстіне жаясыз ба депті. Сосын айтты, что-то ойламадым депті сақалды кісі. Білмеді кем депті. Еді түнде үйіне кепті, жаңа сақалды кісі. Сосын келіп жатса, ана елдің айтқан есіне түсіпті. Сақал, қалай деп бүйтіп қарапты да, сақал үстіне жатыр екен. Сосын жатып, жоқ, астына салып көрейінші депті да, астына салыпты. Сосын тағы да біраз тұрыпты да, жыбымайды деп қайта үстіне салыпты. Сосын боковой жатты да, шетіне жайыпты, сосын мына шетіне жайыпты. Сосын етпетінен жатайын деп тұрды да, сақалымыз жұлып қалар деп, қайтадан былай жатты. Сөйтіп ауырауына, берауын жеп, ұйқысы қашып, вообще ұйқысы шығыпты. Сол сұрақтан кейін вообще шалдың ұйқысы бұзылып, содан байғысы өліп кетті. Сондықтан тура сол сияқты сол 2000 теңге алыпты, 2000 теңге беріпті деп жүріп, сен не мамаңа ұрсып, одан қалды жаңағы келінмен ұрсып, не керек? 4000 теңге. Ештеңе жоқ сұрапты, не қыпты енді? Сол үшін тұрып алып, разборка жасап, сол үшін ештеңе етпейді. Айтыпты, қойыпты олар. Келінмен не? Былай сөз барыз. Бұл жердегі әңгіме соны сен естіткен саған, сол естіткен адамдар кінәлі. Мейлі ол мамаң бола ма, келін бола ма, разница жоқ. Сіз кіріспеңіз. Сен өзі шаңырағың бөлек, сен өзі келінменен ол енесі өзі тауады. Сен кеткен шаңырақтағы адамсың ба, сол кеткен жағында өмір сүр жаным. Сөйт. Саған оның қажеті жоқ. Сен өзің ең жақсы жолдасың қазір. Өзіңмен өзің, өз семьяңды өзің сүре. Анаңа тек қана дұғашы бол, қолынан келсе барып жәрдем бер сол келінге. Олар өздері табысады, 2000 теңге туда, 2000 теңге сюда. Олар прикол ойнап жатыр, сондай лайфхак ойнап жатыр. Олар өздері шешеді жаным. Қайтесің оны. Сөйткенің дұрыс. Алла өмірлеріңізге береке берсін. Екі дүниенің жақсылығын тілеймін сіздерге. Алла берекелде, амандықта, саулықта болуларыңызға нәсіп етсін. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.